Біздің қасымызда электр өтеді, бағасы мындай міндетті түрде оны қосады. Ол бұрынғы бағаны міндетті қоймайды, өйткені электрдің арқасында бағаны көтереді. Мысалы, қазірдің өзінде Қосшыда тұратын азаматтардың өзі айтады, ертең келешек бізге Қосшыға электр келеді деп, уже бағаларын көтеріп алады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мына жағалау ертең бағасын көтереді. Сол сияқты мына инфраструктура дамыған сайын бағада көтеріле береді. Флипперлердің ықпалы бар ма бұл жерде? Сіз жазды, негізінен бағаны көтеріп отырған флипперлер дейді, арзан үйлерді алып алады, одан кейін оған косметиканы жөндеу жұмыстарын жүргізеді, нарықты зерттейді де алғадан осындай өсімдер жасайды. Есебін тапқан екі ас ет деген қазақтың керемет сөзі бар. Ол есебін тапты, екі ас алып жатыр. Ол жарайсың. Мен оларды қолдаймын, мысалы үшін. Ол дұрыс. Кетті ма сізде жасаңыз бұл нәрсені. Бірақ солар бағаны көтеріп жатыр дегенге мен қатты сене алмаймын. Неге өйткені асып кетсе олар бүкіл мың үйдің бір 100 үйін солар сатып алады дегенге қалай ойлайсыз? Олай мүмкін. Асып кетсе білмеймін, 15 үйден басқа жатқан шығар. Сондықтан көп болса бір 2-3% шығады. Сол 2-3% адам бағаны көтергенге бүкіл Астанадағы үйдің бағасы көтеріліп кетті дегенге мен сене алмаймын.